Негізі біздің мына батыс Қазақстанның халқы европалық деңгейге жеткен халық деп есептеймін, адамгершілік тұрғыдан. Неге? Өйткені анау Бурнеда қысты күні пойыз тоқтап қалып, сонда халық деген состав қой енді бүкіл. Ашықты ғой енді, туалет істемейді. Сол кезде жергілікті халық сол жерге келіп, 1000 теңгеден бөлке нан, 5000 теңгеден арақ сатты ғой, әкесін танып тұрып. Ал енді кеше Алматыда жер сілкінген кезде мына таксистер деген бұратыла Ұзынағашқа сыртқа шығуға 20 мыңнан 30 мыңнан алған ғой ақшаны. Өзі абыр-сабыр катастрофа отқан кезде соны пайдаланып жаңағы мал тауып қалу деген бұл енді білмеймін, енді барып тұрған енді халықтың санасы ғой. Ал енді мына біздің кіші жүзді неге айтып отырмын? Адамгершілік жағынан европалық деңгейдегі қазақтар деп. Қараңызшы, ана су асып жатқан елге көмекке қанша мың таксистер шығып тегін тасып жатыр. Рахмет.